Сәлем достар, қалдарың қалай? Ертегі тыңдауды сағынып қалдыңдар ма? Ендеше, бүгін мен сендерге тағы да бір жаңа ертегіні оқып берем. Дайынсыңдар ма? Бүгінгі оқитын ертегіміз айналаңнан үйрен деп аталады. Ендеше, ертегі оқуды бастайық. Мұқият назар аударып, мені тыңдай ғой. Ертеде бір ескі ауылда Тартқыншақ деген бала өмір сүрген екен. Тартқыншақ өте жалқау болыпты, және не тапсырса да мен мұны істеуді білмеймін деп басын ала қашады екен. Ойыннан ойы, тамақтан қолы босамайды. Бірақ Тартқыншақтың әкесі өте еңбекқор болған көрінеді. Таң атысынан кеш батқанға дейін тыныштық таппай үй шаруасымен түздің тірлігін қатар алып жүреді екен. Бір күні Тартқыншақты әкесі жанына шақырып, жұмсақ болады. Балам, мына құмыраларды сындырып алмай, анау базар жаққа тасу керек дейді әкесі заттарды дайындап. Ой, қойшы әке, бұлар өте ауыр, мен тіпті қалай сындырып алмай тасуды да білмеймін деп Тартқыншақ тірліктен қашады. Білмейтін ештеңесі жоқ деп әкесі дауысын көтереді. Балам, білмеймін дей салу оңай, бірақ ол сені үлкен қиындыққа әкеледі. Мен білмеймін деме, қалай істеуді үйретіңізші де. Тартқыншақ әкесі айтқан саналы сөздерді сандырақ деп қабылдады. Көңілі түсіп, бір-екі құмыраны әупіремдеп әрең тасып. Түске таяу көлеңке жағалап, демін басуға отырады. Сонда әкесі: құлыным, білмейтін нәрсеңді айналаңнан үйрен. Уақыттан артық жолдас, табиғаттан артық ұстаз таппайсың. Әне, ұшып жүрген құстарды көрдің бе? Тыным таппай балаларына жем іздеп жүр. Шаршағанда талға қонақтай кетеді. Демін басып қайта жұмысқа кіріседі. Сен де соларға ұқсап үнемі қозғалыста болуың керек деп, баласының басын сипап, терін сүртеді. Тартқыншақ содан бері көп өзгерді. Дегенмен, баяғы жартастың сынықтары әлі де болсын бар. Құстың тынымсыздығы оны желпіндіріп жіберердей мысал бола алмады. Көктемнің орта беліне жеткенде дала жасыл желекке оранып, әуесіңді кетіретін суыққа енді. Ойын-сауыққа тоймаған балалар қырға қарай бет алып жүгіре жөнелді. Ақ сүйек ойнап, гүл терді. Ішінде Тартқыншақ та бар. Бала болса да алып денелі Тартқыншақ үнемі табиғатқа көз тастаумен болды. Гүлдің нәрін сорып бал жинап жүрген аралар, тастан тасқа секіріп, табысын тінтіп жүрген тау текелер, ағаш ұяларына азық жинап жүрген тиындар оның көзіне тым ыстық көрінді. Тартқыншақ таудың маңайын аралап жүріп, қалың топтан көз жазып қалды. Кенет далада дауыл тұрып, айнала әп-сәтте қоюлана бастады. Үйіне қарай жүгіріп бара жатқанда баланың жанынан үңгір көрінді. Малмандай су болғанша дауыл дүлеймен өткінші жаңбыр біткенге дейін отыра тұрайын деп ішіне кіріп кетті. Үңгірдің ішін бақылап қараса, бөтен тіршіліктің көлеңкесі көрінбеді. Ішке енген бетте Тартқыншақтың кіргенін күткендей үңгірдің аузы таспен бітеліп қалды. Бойын қорқыныш билеген бала алғашында сыртқа шығуға тырысқан, бірақ шамасы бір саңлауды ашуға ғана жетті. Одан әрі жасай беруге көңілі соқпай, қолын бір-ақ сілтеді. Бір шама уақыттан кейін жаңбыр тоқтап, дауылдың беті қайтты. Күн шығып, үңгірдің ішіне жарық кірді. Тартқыншақтың бар үміті әкесінде. Анда-санда айғайлап та қояды. Бар жасаған ісі қол қусырып отыру ғана. Бір кезде үңгір ішіне барлап қарады. Көзі бір құмырсқаға түсті. Құмырсқа қабырғамен жарыққа қарай ұмтылып бара жатыр екен. Бала бар мәнін соған аударды. Жәндік өрмелеп келіп, бір жерден қисық кетті де төмен қарай құлдырай түсті. Тартқыншақ бітті деп ойлады. Бірақ құмырсқа қайта жоғары өрмелеуге көшті. Бір тасты еңсеріп, екіншісіне шығарда қайта құлап түсті. Бала осы жолы құмырсқа тоқтайды деп сенді. Дегенмен олай болмады. Қайта шығып, қайтадан іске кірісті. Бір байқағаны, өз құлаған жерлерімен екінші рет жүрмеді. Бір жасаған қателікті екінші рет қайталаған жоқ. Құмырсқа сыртқа шығуға небәрі бір тасты еңсеру қалғанда тағы да төмен қарай құлдырады. Тартқыншақ енді не істер екен деп қызықты. Қызыққан жәндігі баланы одан әрі қызықтырды.
қайтадан өрмелеп жарыққа ұмтылды. Дәл осы жағдай құмырсқа жарыққа жеткенше қайталана берді. Түбі сол мақсатына жетіп сыртқа шықты. Тартқыншақ бұл көргенінен үлкен ғибрат алды. Қолын бір сілтеген іске қайта кірісіп, тастарды жолдан алыс тастауды бастады. Ауыр тастарды ақылмен қозғалтып, өзі сиятындай көлемде саңлауды кеңейтті. Әупірімдеп жүріп, тысқа да шықты. Қуанышында шек жоқ. Өзіне ғибрат болған құмырсқаға да алғысы зор. Әкесінің айтқан ақылына көңілі енді қонды. Тартқыншақ ауыл жаққа қарай аяңдай басып келе жатса, бір топ адамдар бұны да іздеп жүр екен. Баласын есен аман көргеніне қуанған әке жүгіріп келіп құшақтай кетті. Тартқыншақ болған жайттың бәрін тәппіштеп айтып берді. Әкесі баласының табиғат ұстазы үйреткен алғашқы сабағын жақсы меңгергенін байқап, қуанышын көктен асырып жіберді. Өмірден түйгені көп әке баласына қарап тұрып: "Ұлым, өзің көргенде еңбек ешкімді еш қылмайды. Мақсатың айқын болса, арманың да алдамайды. Сондықтан ешқашан білмеймін деп айтпа. Табиғат ұстаздан үйренерім көп екенде" деп сөзін аяқтады. Содан бері тартқыншақ істеу білмеймін деген сөзді аузына алған емес. Балалар, қараңдаршы, ертегі барысында біз тартқыншақтың қандай жалқау бала екенін оқып білдік, я? Ал ертегінің соңында ол қалайша өзгерді? Ол жақсы жаққа өзгерді емес пе, я? Оған не ұстаз болды? Әкесінің ақылы және табиғат ұстаз болған екен, я? Мені көрдің бе? Сондықтан да әр нәрсені, жаманды да жақсыны айналаңнан үйренуге болады. Балалар, айналамыздан тек қана жақсы дүниені үйренуге тырысайық. Ендеше осымен менің бүгінгі ертегім аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.